Ерте заманнан бері жер бетінде тіршілік ететін титандар болған. Олар теңізден және де жанартау бетіне шығып адамдармен бірге бастады. Ал адамдар мен құбыжықтар біріккеннен кейін олар өздерін қалаған атынан, яғни құбыжықтар рестлингке қатыса бастады. Яғни ол монстрлар рестлингі деп аталды. Стокер деп аталатын шағын қалаштан монстр Рэббер мен оның жеке бапкері Джимбо өзінің қалаларын әлемге әйгілі етеді. Стокердің қуанышы көпке созылмады. Яғни олар теңізге саяхат кезінде із-түзсіз жоғалып кетті. Стокер қайта аяққа тұрды. Яғни Сига Марлин деген Джимбоның досы өзімен бірге Шупастар деген құбыжықты алып келеді. Және де ол Стокердің атынан рестлингке қатыса бастайды. Шупастар бүгін король деп аталатын құбыжықпен ең үлкен билікке таласатын болады. Рингтің бір бұрышынан Шупастар да шықты. Оны Стокердің жанкүйерлері қатты шумен қарсы алады. Ал келесі бұрыштан король да шықты. Бірақ оны ешкім жақтыртар емес, ол бұған мән бермейді. Король мен Шупастардың арасында бірінші раунд басталды. Король Шупастардың қарағанда мықтырақ болды. Король бірінші раундты басымдылықпен жеңіп алды. Винни болса Шупастар мен оның тренеріне жүгіріп барып, корольдің осал тұсын айтып берді. Яғни ол әр соққысының алдынан мұрнын жалайды екен. Осылай Виннидің арқасында Шупастар жеңіске жетеді. Шупастардың жеңісінен кейін одан сұхбат ала бастайды. Шупастар Стокер тастап Слизерин деген қалаға өзінің мақсат қуып кететінін айтады. Бұған көрермендер мен оның жанкүйерлері біртүрлі болып қалады. Ал қала әкімі келіп, өздерінің жағдайларының өте нашар екендігін айтады. Оның қасындағы көмекшісі оларға рестлинг алаңын бұзып, оның орнына парковка салатындарын айтады. Егер де парковка салмаса, ол жер банкрот болады екен. Ал Винни болса, осы жерге өзінің құбыжығын алып келетіндігін кешке анасына айтады. Және де рестлинг алаңын құтқарып қаламын дейді. Сөйтіп ол жолға шығып кетеді. Вилли болса, құбыжықтардың ақша үшін төбелесетін жеріне барады. Өйткені олардың жеңісіне үлкен сомақты қаржы тігіледі екен. Вилли сол құбыжықтарға ұсыныс тастауда, яғни мен сенің тренерің болам, ал сен біздің қала үшін рингке шығасың дейді. Бірақ оған ешқайсы келіспейді және оның сөзін күлкіге айландыра бастайды. Көңіл түскен Винни барда отырады. Сөйтіп артындағы төбелесіп жатқан монстрларға қарайды. Сөйтсе ол өзінің бұрынғы досы, яғни әкесі жаттықтырған монстрдың баласын танып қояды. Ал олардың төбелестері жай ғана сценарий еді. Қызылдағы монстр жеңіліп, көктегі монстр жеңу керек екен. Яғни қызылдағы монстр жеңілсе, олардың бастықтарына қомақты түрде ақша келеді. Ал Винни болса сол қызыл монстрға келіп, оған өздерінің қалаларына Стокердің атынан рингке шығуын, яғни өзін танып қойғандығын айтады. Винни келіп оны Рэй деп атағанда, мен Рэй емес Стивен деп құтыла бастайды. Виннидің кесірінен аяқ астынан Стивен жеңіп кетіп, одан кейін бастықтарынан әбден ұрыс естиді. Және де ол бастығы осының кесірінен көп ақша жоғалтқандығын, оның көзіне ақшасы келмеуін айтып қуып жібереді. Амал жоқ, Стивен ақшаны қайда қайтаратынын білмегеннен кейін Виннимен келісіп, оның бірге рингке шығуға келісіп, оның қаласына Стокерге жол тартады. Таңғы сағат 6-та Вилли келіп Стивенді оятады, бірақ ол ұйқысынан тұрмай қояды. Стивеннің айтуы бойынша тек қана ол рингке ғана шығады екен. Вилли бұған келісіп, оған рингке шығуға рұқсат беріп, рингке жаздырып қояды. Рингке келді. Әдеттегідей Стивен өзінің рөлінде жеңіле бастайды. Бірақ бұл жерде оған қарсыласы келіспей, оған тіпті соққы жібере бастайды. Не болғанын түсінбеген Стивен Виллиден сұрай бастайды. Вилли тұрып, оған бұл жер тек қана шынайы ринг, тек қана жеңген монстрға ақша ғана беріледі деп айтады. Ал сен ақшаны алу үшін оны жеңу керек дейді. Бірақ Стивен одан қалай жеңгенін сұраған кезде оны тек қашып қана шаршатып, одан кейін соққы беріп жеңе аласың дейді. Дәл осылай істеп Стивен оны жеңеді. Дәл осылай Стивен мен Вилли жеңіске жетеді. Бірақ көрермендер бұған риза емес. Ал жаңалықтарда оларды ең нашар бой ретінде көрсетіп жатады. Стивен өз жеңісіне риза. Бұған Винни тұрып, бұл біздің ең нашар бойымыз, яғни бұл ұят болды деп оның көңілі судай басып жібереді. Винни Стивенді әкесінің жазып кеткен дәптеріне қарап дайындай бастайды. Бірақ бұдан түк шықпай, Винни мен Стивеннің арасында ұрыс пайда болады. Олар қайта татуласады. Кейін одан не жақсы көретінін сұраған кезде Стивен сальса деп айтып қалады. Кейін музыканы қосқан кезде Стивен сальсаны билей бастайды. Винни Стивенді өзінің әдісімен жаттықтыра бастайды. Стивен содан кейін рингке шығады. Бірақ рингте бірінші раундта қарсыласын әден таяқ жеп жеңіледі. Ал екінші раундта Виллидің үйреткен әдістерімен, яғни би қимылдарының арқасында қарсыласын ойрандатып жеңеді. Стивеннің жеңісінен кейін Винни оның жаттығуын одан арман артып, оның күшіне күш қоса береді. Сөйтіп ол кезекті қарсыласын, яғни екі итті жеңеді. Олар осы жеңісінен жаңалықтарға шығады. Ал жаңалықтарда ол жердегі айтуы бойынша олар рингті қорлауда, яғни бұл жерге сай емес деп қарсы шыға бастайды. Стивеннің келесі қарсыласы алып кесіртке болады. Оны жеңу үшін Стивенге ауыр заттарды көтеріп үйрену керек. Яғни ол өзінің бұрынғы рингке шығып жүрген жеріндегі құрбысын шақырып, оған
көмек сұрайды, яғни соның арқасында бұл кесірткенінде жеңеді. Олар кезекті жеңісін алды. Дәл осыдан олар тағы да жаңалықтарға шығып, жаңалықтарға сұхбат береді. Винни оларға Стокердің қайтадан аяққа тұратындығы, яғни Стокердің қайтадан жаңаратындығы туралы айтып бітіреді. Ал бұған журналист мүлдем келіспейді. Журналист теріс пікірде болады. Стивеннің келесі қарсыласы шөпастардың жеңіліп қалған король еді. Винни мен Стивен өздерінің жаттығуларына келген кезде ол жерде тазалап жатыр екен, яғни автопарковка дайындық жүріп жатыр еді. Бұған қала әкімінің рұқсаты беріліп қойған екен. Винни мен Стивен қала әкіміне қарай асығып жүгіріп кетті. Дәл осы кезде қала әкімі осы келісімшартқа қол қойғалы жатыр еді. Стивен Винни оларға үлгеріп барады. Винни қала әкіміне қол қоймай-ақ қоюына болатындығын айтады, өйткені Стивен корольмен бірге рингке шығатындығын айтады. Шөпбастар бұған күле қарап, король рингке шықпайды, өйткені жаңалықтарда оны рингке енді шықпайтындығын айтып жариялаған болатын деп оларға айтады. Және король туралы жаңадан шыққан соңғы жаңалықтарды көрсетеді. Осыдан кейін қала әкімі келісімшартқа қол қояды. Винни Стивенге сенің ақшаңның барлығы толықтай жиналып бітті. Енді өзің ақшаңды алып кете берсең болады деп оны кетіріп жібереді. Стивен өзінің бұрынғы алаңына қайтып оралады және де өзінің ақшасын оларға толығымен қайтарып береді. Ал Стивенге басшысы оған сен қайтадан рингке шығасың, мен сенің арқаңда көптеген ақшаға ие боламын деп оны рингке шығаруға тырысады. Винни терезеде отыр. Оның көзінше рестлинг алаңын құртпақшы. Винни бұған өкінуде. Винниге аяқ астынан Стивен келеді және де оған рингке қайтадан шығамыз. Болмаса біз шөпастарға вызов тастаймыз деп оған келеді. Сен мені рингке шығардың, енді мен сені рингке шығарам деп оның көңілін көтереді. Келесі күні шөпастар мен оның әріптесі осы рестлинг алаңын бұзбақшы. Жарылғыш заттардың барлығын дайындады. Шөпастар жарылғыш затты баспақшы. Жарылғыш заттар жарылмай қалды, өйткені Вилли мен Стивен олардың алдына орап сымдарын жұлып тастаған болатын. Олар шөпастарды неге сен қалаң саттың, неге бұл жердің көзін құртуға сен өте құмарсың деген кезде шөпастар оларға бұл жерде өзінің атағын шығара алмайтындығы, өйткені олардың әкесі кінәлі екендігін айтады. Стивен мен Вилли шөпастарға вызов тастайды. Ақыр соңында шөпастар оларды қабылдап келесі күні онымен бірге рингке шығатын болып келіседі. Стивен өзінің аты Рэй екендігін айтқан кезде барлығы таңғалады, өйткені Рэй атақты осы жердің атағын шығарған Рейвеннің баласы екен. Стивен дайындық үстінде, яғни ол өзінің азаптау жаттығуларын бастады. Ақыр соңында ол өз дегеніне жетіп, мүсінге жетіп, қолын тигізіп, осы жаттығулардың барлығын аяқтайды. Шөпастар мен Рейдің белгіленген күндерде келіп жетті. Енді олар рингке шығады. Рей және шөпастар орталық рингке жиналды. Шөпастарды өзінің сатқындығы үшін оны ешкім шақыртып отырған жоқ. Бірінші раунд басталды. Бірінші раундтың алғашқы секундында-ақ бір ұрып талдырып жіберді. Бірақ Стивен қайта орнынан тұрды. Ал одан кейін шөпастардың соққыларын Стивен тез құтылып кетті. Бірінші раундта бітті. Екінші раунд басталды. Екінші раундтың басында шөпастардың кеңесшісі оған өзіңнің биіңді қолдан дейді. Сөйтіп Стивен екінші раундта оңбай таяқ жейді және де өте әлсіреп қалғаннан кейін Виллиға бойды тоқтат, немесе шөпастар оның түбіне жетеді деп айтады. Вилли ақ орамал тастағалы жатқан кезде Стивен оны тоқтатып қалады. Бұл жалғасады деп оны әрең көндіреді. Стивен үшінші раунд басталысып шөпастарға алғашқы соққысын береді. Бұған шөпастар ашуланып кетеді. Осыдан кейін шөпастар мен Стивеннің арасында үлкен жойқын соғыс болады. Стивенді шөпастар өзінің қармалауыштарын ұстамақшы болған кезде Стивен оның қармалауыштарын рингтің шетіндегі бағанға жабыстырып тастайды және де өзінің ең соңғы әдісін жасамақшы болады. Екеуі де талып қалады, бірақ шөпастар орнынан тұрып үлгеріп кетеді. Стивенді қолдау мақсатында барлығы қол шапалақтап оның тұруына көмектеседі. Дәл осылай шөпастарға қарсы Стивен арғатай бойын жалғастырады. Осыдан шөпастарды Стивен жеңе бастайды. Осылай Стивен өзінің ең соңғы соққысын жасап шөпастарды жеңеді. Сөйтіп олар Стокердегі рестлинг алаңын аман алып қалады. Дәл осылай мультфильмде аяқталды. Сіздердің бұған кәсіп арнасы арнаға жазылып лайктар басып кетіңіздер. Біз сіздер үшін видео шығарамыз. Сау болыңыздар.